іздеп жүрген бір сұрағыңа жауабын таба аласың. Кітапты сол бірден махаббатпен бастап кеттім деп айта алмаймын. Ойлашы, 100 жыл бұрын, 80-70 жыл бұрын жазылған шығармалар. Моана 2 шыққан кезде оны басқа қырынан көрдім. Ол өмірмен байланысы бар екенін көрдім. Мен неге анам үшін уайымдап тұрмын, неге мен сабағым үшін уайымдап тұрмын, сондай нәрсені түсіндіретін шығармалар болу керек деп ойлаймын. Ешкімге көрсетпеуім керек деп ойламау керек екенін, керісінше жаза түсу керек. Бірақ та Шара Жиенқұлованың жеткізгені маған басқаша әсер етті. Ол кісіден кейін енді қазақ әдебиетінде ешқандай ғылыми жаңалық ашылған жоқ. Қайдағы планета, қайдағы ғарыш, неге бұл тілмен сөйлесіп жүр деп. Әртүрлі кітаптар, жанр оқығаннан кейін қазақ әдебиетімен әлем әдебиетін әрине салыстыруға. Сәлеметсіздер ме, біздің Ойтаста подкастының құрметті көрермендері. Подкасты жүргізетін мен Арал Моралбек, және де бүгінгі подкастымыздың құрметті қонағы белгілі продюсер, сценарист, филолог, редактор, көптеген жобалардың негізін қалаушы, Өмірдің аты М деген кітабының авторы Перизат Мырзахмет. Подкастымызға қош келдіңіз. Рахмет көп шақырғандар. Ойтаста подкастының мақсаты бұл қазақ тілі жобаларды насихаттау арқылы әртүрлі сала мамандарынан сұхбат ала отырып, көрермендерді шабыттандыратын, оларға зерделі Ойтаста подкастын жүргізу. Алғашқы сұрақ осы: кітап оқу ол адамды басқа бір әлемге жетелейтін бір құрал десе де болады. Ішкі адамның жан дүниесін байытады. Сізді ерекше қызықтыратын тақырыптар қандай? Болашақта тағы да қандай кітаптар жоспарда жазуда бар? Так, бірінші бөлігіне сұрағыңның жауап берейін. Не қызықтырады дегенде, мен енді жалпы мені көркем әдебиет қатты қызықтырады. Енді қазір нон-фикшндардың заманы ғой, негізі ғылыми әдебиеттің заманы. Оларды да оқығаным ұнайды, бірақ оларды өте сирек оқимын. Өзіме көркем әдебиет ұнайды, адамдардың әртүрлі тағдырлары, сол тағдырларға алып келетін алғышарттар, солардың мотивациялары, ішкі күштері, рухтары қайдан, қалай деген нәрсе. Жалпы адам жанын зерттеу өзіме өте қызық. Психология жанрындағы кітаптар қатты ұнайды маған, бірақ көркем әдебиеттегі психология, мысалы, жай психологияның өзін емес, сол ұнайды. Енді өзім болашақта өзімді сол адам жанын түсіндіретін, біздегі және көп ашылмайтын жабық тақырып деп есептелетін тақырыптар бізде өкінішке қарай көп. Солардың біреуін жаңа қолға алып, біздің әйелдердің үндерін көбірек жеткізгім келеді. Әйелдердің жан толғаныстарын, сезімдерін, эмоцияларын көбірек ашып, түсіндіріп айтқым келеді. Ол қаншалықты түсіндіре аласың енді, бірақ дегенменен әйелдердің даусын сыртқа шығарғым келеді. Жауабыңызға рахмет. Қазіргі уақытта әлеуметтік желілердің дамыған заманда кітап оқу қалып кетіп жатады. Мысалы, көп айтады, балама қалай кітапты оқытсам болады деп. Мысалы, маған кішкентай кезімнен неге менде мысалы кітап неге оқимын деген сұрақ болды. Сөйтсем, ата-анам мені жасқа арналған 3-4 жас бойынша кітаптарды оқытқан екен. Осы сіздің ойынша бүгінгі жас ұрпақты кітап оқуға қалай қызықтыру керек? Мысалы, 1 сағат олар сұхбатты қарай алмайды. Мысалы, TikTok-ның өзі бір 15 секунд ғана, соның ғана ұстап тұрады олардың ой жүйелері. Және де осы әдеби шығармалар, айтадымыз ғой, кітап бір стресстен шығарады, бір іздеп жүрген бір сұрағыңа жауабын таба аласың. Сондай бір кітаптар болды ма сіздің өміріңізде? Енді қазіргі мынау сен айтып отырған нәрсе, енді мына клиповое мышление болып кеткен уақыт қой, бізде барлығымызда балалар түгілі, кішкентай балалар түгілі өзіміз сондай нәрсе болып кетті. Мен бұрын толық метражды 2 сағаттық, 1,5 сағаттық фильмдерді қозғалмай отырып көретін едім да. Қазір бірдеңені істеп отырып жүріп көрем, жаңағы СДВГ дейді ғой, синдром недостатка внимания. Сол кішкене кедергі болып тұр. Бірақ енді ол жаңа ғасырдың алып келген ерекшелігі адамдардың психологиясын, адамдардың әдет қалпына. Бірақ оның да өзінің бір шешімі табылады деп ойлаймын, үміттенемін. Барлығы сондай жаман болды, енді адамдар кітап оқымай кетеді деген нәрседен негативті ойламауға тырысамын. Бәрібір кітаптардың өзінің жанкүйерлері өте көп, әлем бойынша да, қазақ елі бойынша да. Сондықтан ондан тұрған ештеңе жоқ, бір жөні табылады деп ойлаймын. Бірақ өзім де қазір сол нәрсемен енді күресіп жатқан жоқпын, бірақ барынша азайтуға, баламның өмірінде гаджеттерді алып қоя алмайсың, оны бір жағынан ол сабағына да керек, жаңағы тең қатарыменен тең өсу үшін де керек, алып қоя алмайсың, бірақ дегенменен балам
ереже бойынша бізде 1 сағат кітап оқысақ 1 сағат жаңағы телефоныңды қарайсың деген сияқты бір шарттар кіргізуге тырысасың. Әзірге енді бала қолыңда болғаннан кейін ертең кеткеннен кейін оның жаңағы жеке уақытына ешқандай әсер ете алмай қаламын ғой. Бірақ дегенменен барлығы менің қолымда қазір. Сосын ата ана ретінде өзімді оған күнделікті кітап оқып отырғанымды көрсе бала, сол кітап арқылы менің достар тауып жүргенімді, сол кітап арқылы менің бір жетістікке жетіп жатқанымды көрсе, бала өзі де сол нәрсеге ұмтылады деп ойлаймын енді ішімнен. Білмеймін, сол дүние ақталатын сияқты. Кейде балам жаңағыдай қызығып бір нәрсені келіп айтады, оған мына жерде мынандай нәрсені оқып алдым деп. Сол кезде қанша шаршап тұрсам да баланы қызықтыруға, иә, ал қане айтшы, сен дұрыс айтып жатсың деп жаңағыдай балаға мотивация беруге тырысамын. Сосын екінші, өзімнің басымнан өткен нәрсе, мен де бір кітапты сол бірден махаббатпен бастап кеттім деп айта алмаймын. Бірақ әжем, ол кісі латын қарпіменен кітап оқыған адам, сөйтіп мына кириллицаны оқи алмайтын ол кісі. Сөйтіп батырлар жырын маған оқытқызатын, сен оқып берші, мен көзім көрмейді, ана әріптерін танымаймын. Сөйтіп сол әжеме қажетті болам деген сезімменен мен кітап оқып бастадым бірінші. Сөйтіп ол бір кіріп кеткеннен кейін ары қарай тоқтай алмай қаласың, оқи бересің, соңында уже әжем жоқ болса да кітапты өзім оқитын деңгейге жеттім. Жарысып жүріп оқитынбыз сол кезде. Сондықтан ойлаймын, баланың жаңағы психологиялық ерекшеліктеріне, қызығушылығына қатысты, баланың барлығы бірдей том-том кітап оқу емес. Біреулерге мүмкін комикс қызық шығар, мүмкін біреулерге жаңа графикалық романдар қызық шығар. Сондай баланың қызығушылығына орай бағытталу керек, жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Ата-ана болу үлкен жауапкершілік, тек қана жаңағы баланы материалдық жағынан қамтамасыз ету емес, моральдық жағынан оның мәдениетін, оның ішкі тәртібін, тәрбиесін қалыптастыру енді біздің мойнымызда болғандықтан соған жауап беруіміз керек, соны зерттеуіміз керек. Жобаңызға рахмет. Көптеген авторлар кітап жазған кезде мынаны түсіну керек деген сынды ойда, осыны жеткізуім керек деген мақсатта жазады. Біз кейде оны түсінбей қалуымыз мүмкін. Мысалы, 1-ші сынып пен 11-ші сыныпқа бірдей шығарманы ұсынсақ, олар екі түрлі ойлайды. Оның адамдық диқаншысы өлеңін алатын болсақ та, ол жайған диқаншы деп көреді 1-ші сынып оқырса, 11-ші сынып оқырса, ол тарихи контексті білгеннен кейін наны айтып тұр деп. Осы шығармаларда терең мағынаны қалай дұрыс түсіну керек, автордың не жеткізгенін қалай басқа қырынан түсінуге болады. Мысалы, мен тағы бір кітап оқыдым, кішкентай Шахзада деген Ханзада. Ол кезде мысалы мен бұрында оқығанда мен түсінген жоқпын. Қайдағы планета, қайдағы ғарыш, неге бұл қиялилар түлкімен сөйлесіп жүр деп. Мен оқыған жоқпын. Содан кейін қарасам, оның мағынасы тереңде жатыр екен. Енді бізде біріншіден жас ерекшеліктеріне қарау керек. Бәрібір 1-ші сыныптағы баланың өмірлік тәжірибесі, алған эмоциялары, көрген реакциялары оның 10-ші сыныптың баласымен салыстыра алмайсың. Сондықтан ол аты кішкентай Ханзада болғанменен, бірақ ол жерде өте үлкен ойлар жатыр, ол жерде үлкен түсініктер жатыр. Оны тіпті үлкен адамдардың өзі кейде түсінбей қалатын жағдай болады, бұл не қияли шығарма деп. Бірақ дегенменен түсіндіріп айтуға болады. Сондықтан жас ерекшеліктері, балалар енді жаңағы 1-ші сыныпта мысалы оларға бір тәрбиелік деген барлығында тәрбиелік мәні бар ғой, бірақ бір сол баланың ұғымына қазір мынау жақсылық, мынау жамандық деп нақты бөліп ажыратып қарай алатындай, мынау әділдік, мынау әділетсіздік, мынау ұрлық, мынау жаман нәрсе деп жаңағы ажырата алатындай деңгейдегі шығармаларды оқыту керек, шағын жанрларды оқыту керек. Одан кейін солай бірте-бірте өсе береді. Мысалы 5-ші сынып, 6-ші сыныпта жеткіншек жасында ол өзін-өзі тани бастайды, эмоцияларын тани бастайды. Сол эмоцияларын танытатын шығармалар болу керек. Мен неге ашуланып тұрмын, неге маған қазір көңілді, мен неге қазір уайымдап тұрмын, мен неге анам үшін уайымдап тұрмын, неге мен сабағым үшін уайымдап тұрмын, сондай нәрсені түсіндіретін шығармалар болу керек деп ойлаймын. Сосын әсіресе мынау жеткіншек кезінде фэнтези жанрларында көп оқылу керек. Бірақ жаңағыдай қатпар философиялық астары бар емес, кәдімгідей, бірақ мынау біздің ойлауымызды кеңейтетін шығармалар керек. Ол үшін фэнтези жанрына күнделікті өмірден алған оқиғаларға қарағанда, мысалы 1-ші сыныпта күнделікті оқиға оларға таныс ұғымдарды түсіндірсең, ары қарай өсе келе фэнтезиді түсіндірсең, балалардың ойлауы, қиялдауы шексіз бола түседі. Одан кейін енді 11-12 жаңағы сыныптарда қазіргі балалар өздерінің талғамдары қалыптасады, әлемге деген өздерінің көзқарастары қалыптасады. Ол кезде мүлдем басқа жанрларды таңдай бастайды өздері деген сияқты. Сол ғой жаңағы
ешқандай қиындығы жоқ негізі. Өзіміз барлығын түсініп алсақ, балаларға да сол түсіндіруге тырысу керек, және баланың деңгейіне түсіп тырысу керек. Нағып түсінбей тұрсың сен бұл нәрсені, мына жерде былай жазылған деп ұрсуға тағы болмайды балаға. Рахмет жауабыңызға. Қазақ әдебиеті бұл халқымыздың рухани бір байлығының айнасы. Көптеген шығармаларды білеміз, бірақ та көп адамдар Ұлпанды болсын, Гауһартасты болсын, әйел образын басқалай көрді, басқалай түсінді десек те болады. Ұлпанның өзін осы романдағы қазақ қыздың тағдыры болсын, неге олар солай аяқталады, неге олардың тағдыры солай деп сондай бізде ойлар болады. Бір подкастыңызда әйелдің бейнесі толық ашылмаған деп айтқан екенсіз. Осы қазақ әдебиетінде бізге рол модел бола алатындай әйел бейнесі қандай болу керек? Енді ол 20-шы ғасыр, біздің жаңағы айтып отқан шығармаларымыздың барлығы 20-шы ғасырдың ортасында жазылған. Осыдан ойлаш, 100 жыл бұрын, 80-70 жыл бұрын жазылған шығармалар, оларға бір қазіргі ракурспен қарап, неге әйелдердің бәрі осындай болған деп баға беру өте қиын. Оларға қазіргі ракурспен қарап, мынау біздің уақытқа жарамайды екен мына шығармалар деп айту өте қиын, және олай болмайды деп ойлаймын. Өйткені ол кітаптардың өзінің уақытының айнасы, ол кітаптар тіл мен стильдің, жазушылық шеберліктің үлкен қазынасы, сондықтан оларды жоққа шығарып тастауға болмайды. Авторларды да барынша құрметтеу керек. Енді олар өз уақытының шеберлері болды. Бірақ қазір 21-ші ғасырда біз енді барынша еркіндікте тәрбиелеп жатырмыз балаларды, қыздарды. Әсіресе сол балалардың 20-шы ғасырдағы әйелдің сезіміменен өмір сүруге міндетті деп қарамай, қазіргі әйелдердің бейнесін қалыптастыруға, қазіргі әйелдердің мотивациясы, қазіргі әйелдердің эмоциясы қандай шешім шығарады, неге ондай шешім шығарады, жалпы болашақ туралы не ойлайды, өмір туралы не ойлайды, қарапайым ойларымыздан бастап енді пәлсапалық ойларымызға дейін барлығы жазылу керек деп есептеймін. Сол үшін мен жаңа қазақ қыздарының көбірек қалам ұстап, көбірек жазғандарын, мынау қалай болады екен, мынау менің жазғаным романға жетпейді, Ұлпан романына жетпейді, сондықтан мен бұны жаңағы ешкімге көрсетпеуім керек деп ойламау керек екенін, керісінше жаза түсу керек. Біздің қазақша контент көбірек болу керек. Ол жазба түрде болсын, ол видео түрде болсын, сондықтан соған атсалысу керек деп ойлаймын. Және қазір Құдайға шүкір, енді қыздар жазып жатыр жан-жақтан, әйтеуір кішкентай жанрлардан бастап жазып жатыр. Қазір посттардың өзі бір ішіндегі ойлары, сол бір шағын жазбаның ішіндегі ойлары бір романға бергісіз дүниелер жазып жатыр. Сондықтан болашақ бар деп ойлаймын. Біздің романдар әлі бұйыртса Орта Азияның кәдімгідей беделді жазушылары шығады бізден деп үміттенемін. Осы жерде тағы да бір ой айтқан екенсіз, толықтай келісем, әйел өзінің тағдырын, әйел тағдырын өзі жазу керек деген. Мысалы, тағы бір кітап бар, Шара Жиенқұлованың өнерім менің өмірім деген. Мен сол кітапты, ол да бір қоңыр нағашы апамнан алған кітап, бір ескі, сондай әдемі бір атмосфера береді. Өзінің өмірі туралы айтқан, ол басқалай көрінеді екен. Мысалы, мен Сай Мұратбеков барлық кітаптарын оқыдым, бірақ та Шара Жиенқұлованың жеткізгені маған басқаша әсер етті. Осындай кітаптар қазақ қыздарын оқығанда оларға қаншалықты сондай әсер қалдыра алады? Енді көрдің бе, адам өзінің сезімін әйелден артық ешкім жеткізе алмайды. Ер адамның сезімін ер адамнан артық ешкім жеткізе алмайды. Өйткені оның ішіне кіріп шығу деген оңай емес. Біздің жазушылар барынша жаңағы сөздік қорларын пайдаланып, шеберліктерін пайдаланып, бір әйелдер туралы үлкен шығармалар жазуға тырысты, және жазды да, әдемі дүниелер шығарды. Бірақ бәрібір әйелдің көзқарасы, әйелдің эмоциясы, әсіресе эмоциясы жеткізу өте қиын да. Сондықтан әйелдердің өздері жазу керек деп айтатыным сол ғой. Бізді енді осы уақытқа дейін жазып келген нәрсенің барлығы ер азаматтардың ракурсынан қаралды. Сол кісілердің жалпы әлемге солардың ориентирі бізге таңған сияқты болды да, әйелдерге. Осылай әйел осындай болу керек, әйел осылай ойлау керек, әйел осылай сезіну керек деген. Бірақ қазір енді сол нәрсе реттеліп, қазақ әйелдерінен әдемі жазушылар шығып жатыр. Былтыр кәдімгідей әйелдердің жазуы деген алға қойып, бір ақылдасып, шаруалар, қыздар бәрі бір-бірімен ақылдасып, қалай жазсақ, қайдан бастасақ, неден бастасақ болады деп біраз толқулар болған. Әлі де сол жалғасып жатыр негізі. Ұзағынан болады деп ойлаймын. Рахмет.
Енді осы подкастта сіздің сүйікті авторыңыз туралы айтпауға болмайды. Мұхтар Мағауин бұл қазақ әдебиетінің өз өмірін арнаған адам, тұлға. Сіз, менің ойымша, барлық туындыларын біледі деп ойлаймын. Осы сізге қандай өмірлік сабақ түйін ала алдыңыз сол шығармалардан? Мұхтар Мағауиннің өзін 21 жасында жазған, сіз айтып жүрсіз ғой, барлығын жоспарлап қойғаны біздің жастарға қандай үлгі бере алады? Бірінші кезекте енді жазушы ретінде, жалпы адам ретінде, бірінші кезекте адам ретінде маған сол дүние қатты ұнады. Мен өзімді енді шығармашылықпен айналысатын болғаннан кейін, жазумен айналысатын болғаннан кейін, менде де бір уақытта мынандай нәрсе болатын: шабытым келмей тұр, жазғым келмейді, шабытым келмей тұр, бұл нәрсені істегім келмейді деп. Бірақ сосын бір уақытта сол атамның сұхбатын көріп қалдым. Шабыт деген нәрсе өтірік, адамда ішкі тәртіп болады, сол тәртіпке бағынып жазса жұмыс істелінеді, істелінбесе істелінбейді деп айтқаннан кейін мен жаңа шабыт деген нәрсені ұмыттым. Тек қана ішкі дисциплинаны тәртіпке келтіресің, сол бойынша жұмыс істейсің, сонда табанды түрде бір нәрсені істей беретін болсаң, ол нәрсе әйтеуір бір күні қолыңнан келеді дегендей. Екінші дүние ол принципшілдігі, өзіне алған тақырыпқа адалдығы, өзінің жаңағы осы миссияны таңдап алдым. Тіпті таңдап та алған жоқпын, бұрын бұл миссияны маған Құдай берді, сол миссияның жолында мен қолымнан келгенше барлығын істеуім керек. Ол кісінің жаңағы әрбір шығармасы, әрбір ұсақ әңгімесінен үлкен романдарына дейін, тарихи зерттеулеріне дейін барлығы осы қазақ даласының, қазақ ұлысының, түркі халықтарының арғы бергі тарихының барлығына арналған. Және өткенде бір сұхбатында айтып едім, ол кісіден кейін енді қазақ әдебиетінде ешқандай ғылыми жаңалық ашылған жоқ. Біз қанша мойындайық, мойындамайық, бірақ соңғы рет біздің әдебиетімізді сонау 14-15 ғасырға апарып тастап, сол жерде жаңағы кәдімгідей қазақ әдебиетінің болғанын, дербес әдебиетінің болғанын, өзіндік стилі бар әдебиет болғанын кәдімгідей дәлелдеген, жалғыз Қазақстанда емес, ол шетелдік ғылыми аренада дәлелдеп тастаған адам, ол үлкен еңбек. Одан кейін жаңағы ауыз толтырып айтар, қазақ әдебиетіне үлес қосатын ғылыми зерттеу болған жоқ, өкінішке қарай. Одан кейін ол кісі де жаңағы мен енді зейнетке келдім, жаңағы немерелерімнің қасында тыныш отырам деген жоқ, ары қарай жаза берді. Мысалы тағы да осы Шыңғысханды не үшін жазып жатыр? Мына Орта Азиядағы билеген мемлекеттер, бізді мысалы барлығы айтады, бұлар Орта Азияда жаңағы жабайы болып жүрген кезінде біз келіп бұларға қағаз қалам ұстауды үйреттік, бұларға қала салып бердік, завод салып бердік, сөйтіп адам қылдық деп отырған нәрселердің барлығын ол дәлелдеп, біз сендерге дейін де ел болғанбыз, біздің өзіміздің өркениетіміз болған, біздің өзіміздің мәдениетіміз болған. Иә, біз баяу дамыған шығармыз, бірақ біз дамып жаттық деген нәрсенің бәрін дәлелдеп, өзіме, жеке өз басыма сол нәрсе өте қатты әсер етті. Бізде әйтпесе жаңағыдай сол саясаттың, медианың жетегіменен бізде ештеңе болған жоқ, бізде барлығы кейіннен келді деген оймен жүрген кезде, сол кісі барлығын дәлелдеп жаңағыдай жазған кезде, романдарын оқыған кезде, және ол шығармалардың барлығын қалай қорғап, қалай шығарғанын оқыған кезде, шын мәнінде басым дейдім, мойындадым, және әлі күнге дейін әулие деп айтам мен ол кісіні. Жатқан жерің жайлы болғыр. Жауабыңызға рахмет. Сіз өзіңіз жеке кітапханаңыз бар, мен байқап қалдым, әлеуметтік желілерде маған сондай ұнайды, өзімнің де кітаптарымды жинап жүремін. Әртүрлі кітаптар, жанрды оқығаннан кейін қазақ әдебиеті мен әлем әдебиетін әрине салыстыруға болмайды, бірақ та ерекшелігі қандай айырмашылықтарды байқадыңыз? Енді мен 20 жасыма дейін қазақ әдебиетіндегі бүкіл классиканы оқып тастаған адаммын да, и маған кейін шетел әдебиетін оқыған кезде кішкене тіл байлығы жетпегенде, енді біздің жазушылардың жаңағы суреттеуі, жаңағы психологиялық параллелизмдер, жалпы метафоралар, троптың түр-түрімен қолданылуы, жалпы біздің өз қазақ тілінің байлығы, бір сөзді жаңағы бір ұғымды бірнеше жаңағы бір қардың жауып тұрған бәленбай сөз тіркесімен мысалы суреттей береді. Сосын соның барлығын адамның жай күйіменен жаңағы әдемілеп жеткізген кезде, шетел әдебиетінде мысалы әсіресе ақш жазушыларының шығармаларынан маған сол нәрсе жетіспеді. Орыс классиктарын оқығаннан кейін де олардың да енді бізбен бір көрші болғаннан кейін бе әйтеуір бір дүниетанымымызда бір ұқсастық дүниелер бар. Олардың да тілі тым шұрайлы, тым әдемі де, орыс тілінің де.
бірақ ана жаңағы Америка, Европаның жазушыларын оқыған кезде маған сол суреттеулер кішкене жетпей қалып жатты. Бірақ дегенменен олардың өздерінің идеялары мықты, жаңағы адамның өміріне деген құндылықтардың жаңағы байлығы өте мықты, адамның құқығын құрметтеу, адамның жеке басын, тұлғаны құрметтеу, сол жағынан оларда өте мықты жазылады шығармалары, идеяға жұмыс істейді. Сосын енді оларда үлкен жаңағы бірінші орында тұрған нәрсе, олар маркетингті қатты меңгерген, кітаптарды сатуды, кітаптарды жарнамалауда енді оларға ешкім әзірге жете алмай тұр. Кәдімгідей олардың кітаптары әлемді жаулап алуының бірден бір белгісі сол деп ойлаймын, алғы шарты сол деп ойлаймын өзім. Бірақ енді қазақ әдебиетіменен енді бізде кішкене Мұхтар Мағауин, Мұхтар Әуезовтан басқалары кішкене мына қалай деп айтсам, жергілікті проблемаларды ғана көтерумен айналысқан сияқты болып қалады да. Бірақ мысалы Дулат Сабековтың ойлаймын шығармаларын егер әлемдік деңгейде дұрыстап сата алатын болсақ, таныстыра алатын болсақ, жалпы ол шығармаларды, ол жерде де үлкен кәдімгідей адами құндылықтарды керемет дәріптеген шығармалар бар, және ешкімде жоқ сюжеттер бар Дулат Сабековте. Жаңағы Таупы Қырымжанов алғашқы фэнтези жазушы, жаңа саған сыйлаған кітапта. Ол кісі Толкиннің шәкірті деп есептейді. Толкин әлемді жаулаған адам, мысалы бірінші фэнтези жанрында шығармалар жазып, қазір оның шығармалары бойынша франшизалар, неше түрлі фильмдер, сериалдар түсіріліп, Голливудты тамақтандырып отыр, былай қарап тұрсаң, ас беріп отыр. Сол фэнтези жазушылар бізде де болды, бірақ өкінішке қарай сол Таупы Рымжанов атамыздан ары қарай аспай қалған өкінішті. Әйтпесе сюжеттің байлығы негізі бізде жетіп жатыр. Біздің мифтер, біздің аңыздар, біздің әфсаналар барлығынан бір фэнтези үлкен шығарма, үлкен мирлар жасап, вселенная дейді ғой, жаңағы орыс тілінде, Марвелдің тілімен айтқанда, сондай жасап шығаруға болады. Сондықтан ешқандай артықшылығы да жоқ, кемшілігі жоқ, бірақ біз өзімізше ерекше әдебиетіміз бар, соны түсінуіміз керек. Жауабыңызға рахмет. Осы байқағаным 8 жасқа дейін өте өзекті мәселе ол болды. 8 жасқа дейін контент болады да, мысалы балапан телеарнасы да айтсақ болады. Бірақ та жасөспірімдерге кейде фантастика, сондай детектив керек болады. Маған сондай кезеңде Жюль Вернді оқыдым. Маған өте қатты сюжет қуып оқыдым. Сіздің ойыңызша бірнеше саланы меңгеріп, біліп, зерттеп жүргендіктен іш пыстырмайтын сценарийді қалай жазу керек? Соны қалай сақтап тұру керек адамда, оқырманда? Ол енді жазушының шеберлігі бірінші кезектен іздеу, зерттеу, әсіресе жасөспірімдердің жаңағы зейінін бір жерде ұстап тұру өте қиын, сондықтан зерттеу керек. Мысалы, жаңағы сен айтып отырған шығармалар, мен мысалы қазір Марвинға барып, жасөспірімдер осы не оқып жатыр екен деп қараған кезде, барлығы фэнтези жанрында жасөспірімдердің оқитын шығармасы. Барлығы жаңағы детектив, бірдеңе, жаңағы оқушылар өздері бірдеңені зерттеп жүрді деген сияқты бір шығармалар. Бірақ сол қазақ тілінде жоқ. Бірақ менің кішкентай күнімде негізі сондай шығармалар болған. Бірақ олар неге қазір қайта басылып шығарылмайды, соны түсінбеймін. Мысалы, мен кішкентай күнімде Саян деген баланың жаңағы ауылдағы шағын өзінің бір детектив болып достарыменен ұрланған жылқыны тауып алып келіп, біреулерге бір көмектескен, сондай бір қызық оқиғаларын оқитын едім. Сосын ұмытпасам Сапарғали Бегалиннің бір шығармалары болатын, жаңағы кішкентай балалардың сондай бір өздерінің бастарынан қиял ғажайып, жаңағы келіншек таутағы тас түйелер деп Дүкенбай Досжанның бір шығармалары болатын еді. Солардың қазіргі қайта басылып шығарылмайтыны және балалардың арасында насихатталмайтыны өзімді қатты жүрегімді ауыртады. Енді қазіргі заманғы авторлар да сол жасөспірімдерге арнап сондай шытырман оқиғалы дүниелер жазса деп ойлаймын. Ондай сценарийлерді жазудың бір қатты қиындығы жоқ. Өйткені біздің жаңа алдыңғы сұрақта да айтып өттім ғой, біздің мифтердің әлемі өте кең және терең, қаншама кейіпкерлер бар ол жерде. Осыдан бірнеше жыл бұрын Зира Наурызбаева деген әпкең бар, апаң. Сол кісі Лилия Калаус екеуі бірігіп Бату және оның достарының басынан кешкендері деген 4 том шығарма жазған. Өте керемет, жаңағы бүкіл қазақ дүниетанымындағы, түркі дүниетанымындағы аңыздар, анау жез тырнақ, мыстан кемпір, домбыраның шығуы,
жаңағы неметегі әртүрлі салт дәстүрлердің қайдан шығуы солар ғой негізі бүкіл жаңағы вселенная құрайтын. Сондықтан іздену керек, ең басты зерттеу керек балалардың қазіргі талғамын, сосын оларды қандай дүниелер ұстап тұра алатынын, және жаңағыдай үлкен көлемде болмаса да 500 бет 600 бет емес, әйтеуір 200 беттен болатын болса да, бірақ шытырман оқиғаға толы әдемі шығармалар жазып шығаруға болады, бірақ зерттеу керек. Ол қазіргі балалардың тілдік қолданыстары қандай, өйткені енді балалардан Мұхтар Әуезовтің тілінде сөйлеуді талап ете алмаймыз қазір. Оны түсінуіміз керек, оны мойындауымыз керек, және сол бағытта жұмыс істеуіміз керек. Бірақ қазақ тілінің жаңаша тынысын аша алатындай шығарма болу керек деп ойлаймын. Қазір осымен толықтай келісемін, тағы да дубляж саласы дамып жатыр ғой. Маған сіздің оқып шықтым инстаграмда ақтап, Муфаса туралы ойларды қатты өзіп кетті, және ой жұмбақтағы эмоцияның маңыздылығы туралы жаздыңыз. Осы кейде мультфильмдер бізге жай балаларға арналғанмен үлкендерге басқа қырынан қараса терең ой жатады. Мысалы 2015-те ма Моана 1 шыққанда мен оны жай бала сияқты көрдім оны, ал Моана 2 шыққан кезде оны басқа қырынан көрдім. Ол өмірмен байланыс бар екенін көрдім. Осы арқылы біз тіл тазалығын, осындай қиялдың ұшқырлығын қалай сақтауға болады? Енді бірінші кезекте сол айтып отырмын ғой, балаларды жаңағыдай жасөспірімдерді қияли фантазия әлемінде ұстай аламыз. Бірақ солардың барлығы сондай контент қазақша аз болғандықтан өкінішке қарай балаларымыз жаңағы шетелдің мангасынан бастап аниме барлығын сол жаққа көшіп кетіп жатырды. Сол үшін мен осы дубляж именно балалардың мультигінен басталды деген кезде мен қатты қуандым. Өйткені жасөспірімдерде контент жоқ бізде. Мен өзім балам қазір мысалы 8 жаста, бірақ ол жасөспірім сияқты ойлайды. Жасөспірімдердің контентін қолданады. И оған қазақша контент тауып беру өз басыма өте қиын. Оған жаңағыдай кітап оқы деп таңынан кешке дейін оған отыра алмайсың. Ол басқа контентті қолданады. Ол 21-ші ғасырдың баласы, ол альфа ұрпақ. Оның мүлдем ойлауы, дүниені қабылдауы, түсінуі өте күрделі құбылыс біздікіне қарағанда. Біздікі енді бәрібір тұрпайы, жабайы қабылдау болатын. Сондықтан балаларды жаңағы мультфильмменен тәрбиелеуден бұрын жалпы балалардың өзінің түсінуі ғой енді. Сол Моананы көріп отырғанда, жаңа Муфасаны көріп отырғанда, жаңа ой жұмбақ бар. Неше түрлі енді қазір кейін шыққан мультфильмдердің барлығы адамдардың, жаңағы балалардың өзін түсінуіне көп әсер етеді. Менің мынау істеп жатқаным дұрыс па, менің адам туралы былай ойлауым дұрыс па, менің жалпы мынау ісім мүмкін қате шығар, былайынан айтуым, былайынан әке-шешемен қарым-қатынас жасауым қаншалықты дұрыс деген сұрақтарға әдемі жауап береді. Және ол контенттің қазақша болғанын өзім екі аяқтап, екі қолдап қолдайтын дүние. Кәдімгідей барын салып енді жарнамалауға тырыстым. Осы балалардың, әке-шешелер балалармен бірге барыңдар, көріңдер, зерттеңдер. Сосын балалармен осыны ақылдасыңдар. Балаң қандай эмоция сезді, әсіресе эмоция. Өйткені баладан шыққан кезде мультфильмді көргенде қуандың ба, уайымдадың ба, жаңағы ішіңде бір керісінше шабыт болған шығар, мотивация болған шығар. Сол туралы сұрау керек балалардан, және ол қазақ тілінде болу керек. Рахмет. Сіздің Қарын кітап клубы танымал болып жатыр. Барлық әдебиет сүйер қауымның көңіліне шықты десе болады. Менің ойымша бұл идея қайдан келді десем, Қарғынды 40 рет оқығаннан кейін келген шығар деп ойлап отырмын. Бұл қалай болды, шынымен де солай болды? Енді Қарғынды атауын сол аяқ астынан ойлап таптық. Жаңағы сол орта комьюнитидің қыздары бізге бір формат, кітап талдау форматын ұсыныңызшы деді. Ол бұрыннан өз ойымда жүретін. Біріншіден, ол жердегі басты мақсатымыз қазақша сөйлейтін жастардың өз идеяларын, өздеріне жақсы көретін дүниелерін қорғай алуы басқалардың алдында. Бізде өкінішке қарай жаңағыдай, мына фильмді көріп жүрсің ба, мына кітапты оқып жүрсің ба, сосын жаңағыдай, осы жаңағы анимені көріп жүрмін, мына мультфильмді көріп жүрмін, мына авторды оқып жүрмін дейді, сосын сол ма десек, ойынан айнып тез кетіп қалдық та. Мен айтамын, ол сендердің ішкі позицияларың ғой, сен неге одан тез айнып кетесіңдер? Олар, значит, сендер өздеріңе деген бір адалдық, әділдікті кішкене дұрыс қарамай жатырсыңдар. Сол қорғап үйрену керек өзіміздің ойларымызды, принциптерімізді. Жаңа Мұхтар Мағауин айтып отырмын ғой, анау Ресейге барып диссертация қорғап ойлаш, басқа тілде
қорғап, өзінің позициясын қорғап жүрсе, біз өзіміздің елімізде өзіміздің позициямызды қорғай алмаймыз да. Бірінші кезекте сол болды. Екінші кезекте өз басымнан енді жиі сұрайды, қандай кітап оқысақ болады, қандай кітап оқысақ болады. Енді біреуіне жазасың, екеуіне жазасың, 10-на жазасың, шаршап кетесің да уже. Соны айтамын, сендер адамдармен араласыңдар. Адамдармен араласқан кезде олардың бір ерекше тауып алған нәрсесі болады, соны өздерің байқап көріңдер. Ана жерде біз әр кездесу сайын 5 кітап талдаймыз. 5 кітап талдағанда 5 адам 5 түрлі кітап ұсынады. Иә. Яғни сен бір кеште 5 кітап туралы өте көп ақпарат білесің. Соның сол 5-еудің ішінен біреуі ұнаса, келесі кездесуге сен уже бір роман оқып, сенің тіл байлығың да дами түседі, сенің дүние танымың да, принциптеріңнің қорғауың барлығы дами түседі. Сондықтан осындай орта құрғымыз келді. Қарғын деп атағанымыз енді, қарғын деген сөздің өз мағынасы өте терең. Қардың астынан жүріп жатқан суды айтады. Көктем кезінде, әсіресе жер сіресіп қатып жатқан кезде астынан су жүреді, еріп. Сол қардың көбесін сөгеді. Яғни қар содан бастап ери бастайды. Сондай біз жаңағыдай осы әдеби орта қоғамдағы бір проблемалардың астынан жүріп, ақырын ғана бір проблемаларды шеше алатын шағын бір құралдың біреуі болса екен деген ойменен бастаған едік сол. Бүгінгі подкасттың аты ой таста деп аталады. Көрермендерімізге осы сұхбаттың қорытынды сөзі түйіні ретінде қандай ой тастар едіңіз? Енді өзім балама да айтатын дүнием ылғи, өзіңнің жүрегіңнің қалауын істе. Оны барлық әлемнің жазушыларының да ең соңында келген түйіндері, үлкен ғалымдарының да ең соңында, шығармашылығының ең соңында, өмірінің ең соңында келген түйіндері, кез келген нәрсені жүрегіңмен жасау керек. Және сол жүрегіңмен жасаған дүние ғана өзіңе рахат сыйлайды. Өзіңе рахат сыйлаған дүние оқырманыңа, көрерменіңе, тыңдаушыңа рахат сыйлайды. Сондықтан жүректерің қалауларын тыңдаңдар деп айтар едім. Жүректің қалауымен жүріңдер. Өйткені біздің бастаушымыз жүрек болу керек. Соған ұмтылуымыз керек деп ойлаймын. Көп рахмет. Уақыт бөліп бүгінгі подкастымыздың қонағы болғаны үшін алғысымды білдіремін. Тыңдармандарымыз өздеріне ой салатын, шабыт алатын бір әңгіме болды деген ойдамын. Алып қосар ойларыңыз болса, бөлісе кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.